5-14 желтоқсан аралығында Қазақстандағы Біріккен Ұлттар ұйымы даму бағдарламасының қолдауымен ұйымдастырылған ұлттық білім апталығы өтті. Білім апталығының мақсаты тез өзгеретін ортада жаңа технологиялық үрдістің әсерін және білім берудің өзгермелі сипатын талқылау алаңымен қамтамасыз ету. Я разрабатывала мобильное приложение «Емдеу». Получается, вы, посещая прием у робототерапевта, вы получаете назначения, лекарства, диагнозы, и это все переходит в мобильное приложение, предоставляя пациенту эти данные. Апталық барысында Жезқазған, Алматы және Астана қалаларында өткізілген пікірталастар мен шеберлік сабақтарына Қазақстанның әр өңірінен келген жастар қатысты. Автоматтандырылған жылыжай қандай мәселелерді шешеді? Біріншісі, адам ресурстарын сақтайды. Екіншісі, қолайлы орта туғызады. Үшіншісі, экономиканы қорғайды. Және төртіншісі, еліміздің экологиялық тиімділігін жоғарылатады. Білім апталығы аясында 500-ден астам адам қатысқан аймақтық хакатондар да өтті. Хакатон жеңімпаздары өз идеяларын жүзеге асыру үшін гранттарға ие болды. Мы будем беречь Казахстан и стараться развивать ее дальше.